Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Менің есімім Жандос. Мен 6-шы Ә сыныбының сынып жетекшісімін. Бұл видеоны түсіріп жатқанымыздың себебі бүгінгі ата-аналар жиналысына кейбір ата-аналар себеппен келе алмай қалды. Соларға осы бүгінгі қарастырған мәселелерді жеткізу мақсатында осы видеоны түсірдік. Жиналыста біз көптеген мәселелер қарастырдық. Яғни таныстық, ата-аналармен үлгерім, қоңырау кестесі, сабақ кестесі, оқу сағаты, асхана, үштік одақ, ата-аналар комитеті, іс-шаралар, вакцинация, ұпай жүйесі туралы біз сіздермен қазір алдағы уақытта толық түсіндіретін боламын. Өзім туралы қысқаша мәлімет, Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданы Байдалы би ауылында дүниеге келген 1993 жылы. Байланыс телефондары мына экранда көрсетілген. Бірден мәселелерге көшсек, сынып үлгерімі, сыныпта бізде 2-ші тоқсан бойынша үздік оқушылар 8, үлгерімі жақсы оқушылар 15, оның ішінде бір оқушыда бірақ 4 бар, және үлгерімі орташа оқушылар, олар 2 оқушы, бір ғана 3 бар оқушы, ол 1. Келесі пән бойынша алып қарасақ, 5-ке шыққандар саны, 4-ке шыққандар санын алып қарадық. Дүниежүзі тарихы бойынша 5-ке шыққандар 17, 4-ке шыққандар 9, жаратылыстану пәні бойынша 17-де 9, информатика пәні бойынша 5-ке шыққандар 23, ал 4-ке шыққандар 2, қазақ әдебиеті бойынша 13-те 12, қазақ тілі бойынша 14 бала 5-ке шықса, 11 бала 4-ке шыққан, Қазақстан тарихы бойынша 9 бала 5-ке шықса, 15 бала 4-ке шыққан, математика бойынша 17 бала 5-ке шықса, 9 бала 4-ке шыққан, орыс тілі бойынша 24 бала 5-ке шықса, 2 бала 4, шетел тілі, яғни ағылшын тілі бойынша 15 бала 5, және 11 бала 4-ке шыққан екен. Енді бізде қоңырау кестесі өзгерді. Кеше сіздердің WhatsApp чаттарыңызға да жібердім. Қоңырау кестесінде бізде 8 сабақ деп көрсетілген, негізі болатыны 7 сабақ, оның бір сабағы 4-ші сабақ, мына жерде оқу сағаты. Оны қазір кейінірек тағы толық тоқталатын боламыз. Сабақ кестесі, біздің сабақ кестеміз жаңарды, 3-ші тоқсанда кейбір өзгерістер болуы мүмкін. Сондықтан осы сабақ кестесімен алдағы апталары 90 бойы осы сабақ кестесімен өтетін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай дүйсенбі күні 8 сабақ, сәрсенбі күні 8 сабақ, және жұма күні 8 сабақ. Қалған күндері сабақ 14-25 аяқталады. Бұл сабақ кестесі күнделікте бар, күнделіктен ала аласыздар, немесе осы жерден қарай берулеріңізге болады. Келесі оқу сағаты күніне 30 минут, 11:05 және 11:35 арасы. Бұл мектеп әкімшілігі арқылы барлық мектепке берілген 30 минуттық оқу сағаты. Бұл сағатта оқушылар түрлі әдеби немесе басқа да жаңырдағы түрлі кітаптарды оқи алады. Оқу сағатына келетін болсақ, кітап оқудың қазіргі кезде сиреп кетуіне байланысты, бұл мемлекетімізде, мектебіміздегі жалпы отбасылардағы үлкен проблема болғандықтан, кітап оқу азайғандығынан, қазір осындай мектепке оқу сағатын қойып отыр, күніне жарты сағат. Бұл жарты сағат егер бала жақсы пайдалы өткізсе, онда бұл оқу сағаты өте тиімді болып есептеледі. Сол үшін бұл оқу сағатында әзірге 3-ші тоқсанда қазақ тіліндегі әдебиеттер оқитын боламыз. Оның ішінде әзірге нақты белгілі бізге Хрестоматия кітабын оқып бітіреміз. Және басқа да кітаптарды сіздерге ұсынатын боламыз. Оқу сағаты бойынша тағы бір қосатын мәселе, біз жиналыста ата-аналармен келісіп, ақылдасып, ата-аналар мен оқушылар арасында кітап оқудан жарыс өткізетін болып шештік. Бір үйден бір ата-ана баласымен бірге осы жарысқа қатыса алады. Оған біз ата-аналарға арнап бөлек бір кітап және оқушыларға арнап бір немесе бірнеше кітап тағайындаймыз. Сол бойынша 90-ның соңында бір күнді белгілеп, ол күнде біз осы кітап оқу бойынша тест ұйымдастыратын боламыз. Сондықтан бұл жерге де түрлі жарыс болғандықтан түрлі сыйақыларымызды дайындайтын боламыз.
Бұл оқу кітап оқу жарысы бойынша толық мәліметті алдағы уақытта беретін боламыз. Қандай кітап, қай кітаптар, оның барлығын белгілеп сіздерге ұсынатын боламыз алдағы апта. Келесі асхана мәселесі. Асхана мәселесінде бізде қала балалары айдың соңына дейін асханада тамақтана алмайды. Оның себебі біздің асхана қала балаларының тамақтану үшін әлі келісімшартқа отырмаған екен. Бұл айдың аяғына дейін шешіледі. Екінші мәселе ол тамақ ақшасы, яғни тамақ ақшасы тең жауапкершілік дедік. Бұл жердегі мағына сіздерде осы сыныпта кейбір ата-аналар тамақтың ақшасын маған жеке шотыма лақтырып отырды. Бірақ оны барып бухгалтерияға төлеп, оны төленді төленбегендігін квитанциясын беріп отыру, яғни кішігірім келеңсіздіктер туғызды. Сол келеңсіздіктер болмау үшін сіздерден өтініп сұрарым, тамақ ақшасын балаларыңыздан беріп жіберіп отырсаңыздар. Біріншіден бұл балаларға деген сенімді білдіреді, екіншіден жауапкершіліктерін, баланың жауапкершілігін қадағалайтын боласыздар. Бірден бір айдың ақшасын беріп жүрмесеңіздер, бір апта, 2 аптаныкін беріп, сөйтіп қадағалап отырсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Келесі бізде жетістік үштігі деп аталады. Яғни жетістікке жету мақсатында біздің осындай үштік бар. Яғни мұғалім, және оқушы, және ата-ана. Осы үштік, яғни неғұрлым нығыз бір-бірімен жақсы қарым-қатынаста жұмыс істесе, көптеген жетістіктерге жетуге болады. Егер мұғалім мен ата-ананың арақатынасы жақсы, бірақ оқушымен жаман болса, немесе мұғалім мен оқушының арақатынасы жақсы, бірақ ата-анамен нашар болса, онда толық жетістікке жету қиындыққа апарады. Сондықтан осы жетістікке жету үшін біз ата-аналармен бірінші ата-аналар комитетін сайлау керекпіз. Бүгін жиналыста толық ата-аналар барлығы қатыспағандықтан ата-аналар комитетін сайлай алмадық. Сондықтан өздеріңізді ұсынғыларыңыз келсе, группаға жазуларыңызға болады. Мен ата-ана комитетінде бола аламын деп. Осы ата-аналармен біз түрлі іс-шаралар өткізуге дайынбыз. Яғни біріншіден балалардың үлгерімін білу, білім сапасын қадағалау мақсатында, яғни ата-аналар кез келген сабаққа алдын ала ескертіп, сабақтарға қатыса алады. Және тәрбие сағаттарын өткізу дедік. Тәрбие сағаттарын өткізу бұл әр сәрсенбі сайын, жаңағы сабақ кестесіне оралсақ, мына жерде әр сәрсенбі сайын 14:45 пен 15:30 арасы сынып сағаты. Бір сағат бізге сынып сағатын өткізуге берілген. Бұл сынып сағатында мен сынып сағатын өткіземін, бірақ кейбір уақыттары, яғни басқа күндері, басқа апталары мен әр апта сайын балалардың сынып сағатын өткізіп, оларды шаршатып жүргенше, одан да ата-аналар келіп өткізсе де болады. Яғни тақырыпты өздері таңдаса болады, немесе менен сұрап, менімен кеңессе болады. Яғни бұл сынып сағаттарын өткізу үшін біз кәдімгідей кесте құрамыз. Бұл кестені сіздерге қазір құру үшін онлайн сауалнама жүргіземін. Тәрбие сағаттарын өткізу үшін күнді таңдайсыздар. Осы жылдың соңына дейін бір күнді таңдап, яғни күн ол сәрсенбі күні соңғы сабаққа келу керек. Сол уақытта келіп, бір немесе бірнеше ата-ана бірігіп өткізулеріңізге болады. Бұл мақсат, яғни балаларға бір тәрбие тақырыбында немесе ұлттық құндылықтарды жаңғырту мақсатында бір тақырыпты алып, соны балаларға түсіндіру. Яғни балаларға тек қана лекция ретінде емес, түрлі ойынмен, басқа да түрлі әдістерді қолданып, қызықты өткізулеріңізді сұраймыз. Бұны да келген ата-аналар құптады, қолдады, енді қалған ата-аналар да қолдайды деген сенімдеміз. Одан кейінгі келесі мәселе оқушы үйіне қонаққа бару. Оқушы үйіне қонаққа бару бұл мәселе де өте маңызды болғандықтан бұл жетістік үштігіне қостық. Өйткені біз осы аптадан бастап жылдың соңына дейін мен барлық ата-аналардың, барлық оқушылардың үйіне қонаққа барып шығуым керек. Бұл жерде
мен жалғыз бармаймын, әкімшіліктен бір адам болуы мүмкін, және сабақ беретін пән мұғалімдері барады. Яғни максимум 4-5 адам. Сондықтан бұл жерде қонақ деп бұл аты ғана, бұл жердегі мақсат ата-анамен жеке-жеке бетпе-бет сөйлесу. Ол жерде қозғалатын мәселелер оқушы туралы, оқушының жетістіктері, оған қандай біз күш бере аламыз, күш қоса аламыз, өзіміздің жақтарынан қандай қолдау білдіре аламыз, немесе оның қандай проблемалары бар, соның барлығын анықтау үшін осы қонаққа бару өте маңызды. Ол жерде тек қана дастархан басында отырып әңгімелесу емес, ол жерде біз оқушының бөлмесін көруіміз мүмкін, және оның компьютерін көруіміз мүмкін, қандай ойындар ойнайды, соның барлығы бізге білу міндетті. Сондықтан осы қонаққа бару кестесінде біз жаңағы тәрбие сағаттар кестесін екеуін анықтау үшін сіздерге онлайн сауалнама жіберемін. Соны толтырып, қай күндері сіздер шақыра аласыздар, қай күндері сіздерге ыңғайлы, сол даталарды белгілесеңіздер жақсы болар еді. Және түрлі мектепшілік немесе мектептен тыс іс-шаралар ұйымдастыру, яғни бұл мектепшілік, мысалы ата-аналар арасында волейбол жарысы болуы мүмкін, немесе мектептен тыс іс-шаралар, біз балалармен бірге, немесе ата-аналармен балалармен бірге бір жаққа пикник жасауымыз мүмкін. Осындай іс-шаралар, бұның барлығы ата-аналармен бірігіп отырып жасайтын іс-шаралар. Сондықтан бұл іс-шараларға барынша атсалысуларыңызды сұраймыз. Келесі мәселе вакцинация мәселесі, яғни балалардың вакцина алу мәселесі қазір күрделі тақырып болып отыр. Бұл мәселені біз қозғаған себебіміз, өйткені бұл мәселе айтылсын деді. Сондықтан әр ата-ана өзінің баласын ойлап, болашағын ойлап, сабағын ойлап, ар жағындағы денсаулығын ойлап, осы вакцинаға бару, бармау, алу, алмау қадамын ойланып жасауларыңызды сұраймыз. Келесі мәселе, бұл үлкен жоба. Бізде осы 3-90 бастағалы отырмыз. Ұпай жүйесі, яғни өздеріңіз көріп тұрғандай 100 ұпай. Бұл бір ақша сияқты біз шығарып балаларға береміз. Бірақ қандай балаларға береміз? Әр апта сайын аптаның қорытындысын жасап, күнделіктен жаңағы 8, 9, 10 алған балаларға мен ұпай беріп отырамын. Мысалы 8 алған формативті бағаларын қарап, формативті бағаларда 8 болған оқушыларға 100 ұпайдан 9 алған оқушыларға 200 ұпай, 10 алған оқушыларға 300 ұпай, солай әр ненің критериясын жасап, осындай ұпай жүйесін құрғымыз келіп отыр. Бұған да ата-аналар барлығы келісті. Жиналысқа келген ата-аналар, бұл жүйемен біз оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтарын арттыру және түрлі, мысалы ағылшын тілінен сөз жаттау, немесе түрлі бағытта кітаптың көбірек оқу, немесе біздің оқушылардың біразының жазуы нашар, сол жазуларды түзеу мақсатында осы ұпай жүйесін кіргізгіміз келіп отыр. Бұл ұпай жүйесінде, мысалы үшін, ағылшын сөз жаттау 10-шы сыныптардан мен волонтер ретінде 1-2 оқушыны таңдап, сол оқушыларға біздің оқушылар жаттаған сөздерін тапсырып отырады, және олар ұпайларын беріп отыратын болады. Мысалы 10 сөз жаттаса 100 ұпай беріп отыратын болады. Осымен қатар тек бұл сабаққа қатысты емес, іс-шараларға қатысса, олимпиадаларға орындар алып келсе, түрлі жарыстардан орындар алып келсе, бұл ұпайлар беріліп отырады, және бұның әрқайсының мен критериясын жасап, сіздерге жолдайтын боламын. Және бұған қатысты, мысалы үшін, ата-аналармен іс-шараларда бұнымен қатысты. Мысалы үшін, бүгін жиналысқа келген ата-аналардың әрқайсына, мен оқушылардың әрқайсына 500 ұпайдан беретін боламын. Басқа да іс-шаралар, мысалы үшін, жаңа айттым, тәрбие сағаттарын өткізу, оларға да беретін боламыз ұпай. Немесе оқушылармен
бір іс-шараға қатысу, бір театрға бару, киноға бару, сол іс-шараларды ұйымдастыру, соның барлығына ата-аналар қатысқан үшін мен оқушыларға беретін боламын. Енді әр бала өзіне тиесілі ұпайларын 90 бойы жинайды. Енді оны не істейді? Оны біз жарату үшін, ол ұпайларды, жинаған ұпайларын жарату үшін біз үлкен ауқымды аукцион ұйымдастырмақшымыз. Аукцион, яғни ол аукционда түрлі сертификаттар ойнатамыз. Мысалы үшін киноға билет, ол бір немесе бірнеше сертификат болуы мүмкін, немесе бір отбасылық кафе болуы мүмкін, оған сертификат болуы мүмкін. Түрлі сертификаттар дайындаймыз. Мысалы үшін киноға болуы мүмкін, боулингке болуы мүмкін, түрлі қызықты балаларға арналған жерлерге сертификаттар ұйымдастырамыз, ойластырамыз. Әр бала аукционға келіп, өзінің жинаған ұпайымен келіп қатысады. Мысалы үшін әр балада әр түрлі ұпай болады. Біреуде 5.000 болады, біреуде 7.000 болады, біреуде 10.000 болады, біреуде 20.000 болады. Әркімде әр түрлі ұпай болады. 90 сонда сол ұпайларымен осы аукционға қатысады. Мысалы үшін алғашқы сертификат киноға билет дейміз. Киноға билет дейміз. Ол сертификаттың алғашқы ұпайы 500 ұпай дейміз. Қатысып отырған балалар өздерінің алған ұпайларына қарай не істейді? Сол сертификатты ұтып алғысы келеді. Мен 1000 ұпай берем, мен 2000 ұпай берем, мен 3000 ұпай, мен 4000 ұпай. Ең жоғары берген ұпай сол оқушы сол сертификатты ұтып алады. Енді бұған да сыйлықтар алу үшін, жаңағы сертификаттарды алу үшін біздің ата-аналарымыз жиналыста келісімдерін беріп отыр. Сондықтан бұл жерде басқа да ата-аналардың келісімін беру өте маңызды. Қайталап айтамын, бұл ұпай жүйесі біздің сыныптағы балалардың оқуға деген мотивациясын арттыру үшін, және осы арқылы біз олардың түрлі дағдыларын дамыту мақсатында ұйымдастырылып отыр. Сондықтан сіздер де келісесіздер деген ойдамыз. Бар айтарымыз осы. Егер түсінбей жатқан кездеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, маған жеке хабарлассаңыздар болады, немесе группаға жазсаңыздар болады. Барлығын ашып түсіндіреміз. Сол осы келіп жеткен жаңа жыл, жаңа жетістіктерге толы болсын. Барлықтарыңызға назар аударып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.